Мына қараңыз, бала туылғаннан кейін балада өзі жайлап дами келе мына екі нәрсе пайда болады екен. Сезім дейміз ба, жоқ әлде екі қабілет дейміз ба, енді жалпы осы екі система пайда болады балада. Біреуі жесем, ішсем деген нәрсе, екіншісі көрсем, білсем. Байқайсыздар ма, бала әлі тілі шықпай жатып ақ, бізде көбінше мына аналарға әсіресе айтар ек, бала тәрбиелеп отқан баласын, бұл ақымақ қой деп ше. Жоқ, бала ақымақ емес. Емшекке жармасқан бала ақымақ емес. Қараңыз, байқайсыз ба, тілі шықпаған бала не істесе де аузына тыға бастайды. Не тықса да, не қолына жетеді, ол кейбір үлкен нәрсе болуы мүмкін, бірақ деп аузына тығады. Неге? Ода әлі ақыл кірген жоқ деп ойлайсыз, бірақ ол бәрін аузына салуды ойлайды да. Жесем деген айтып. Кейін тілі шыға бастайды, не болады? Енді мынандай ғой, не түссе де, байқайсыз мынандай нәрсе. Мынау не, анау не, мынау не, бұл не үшін сұрақтар көбейеді. Ана балада білсем, көрсем, үйренсем деген осындай бір талант пайда болады да, осы екі нәрсе. Не үшін айтып жатырмық? Қараңыз, ата-аналарға үлкен ескерту еді да бұл. Бізге, мен өзіме ескерту ретінде айтамын. Бірақ басқаларда осы мүмкін пайда берер деген нәрсе ғой. Осы екеуінің қайсысына қаттырақ мән бересіз, сол өседі. Біз қайсысына мән беріп жатырмық, өкінішке орай, ішсем, жесем, же балам, же, ешкімнен кем болмасын деп аузына тығып жатырмыз да. Бірақ мынау көрсем, білсем, үйренсем деген мынау система бар ғой, бұл қалып бара жатыр да, мынау жесем, ішсем деген өсіп бара жатыр. Содан кейін бізде не болады? Былайша айтқан кезде жатып ішерлікке дайындап жатыр ғой баламыз ше. Оңай жерден таба салу, жаңағы жеу, тек қана жеу, ішу өмірдегі арманы болды. Асқазанның уайымы да өмірдің бәрі. Мына нәрсе ғой ағайындар, айтқым келген. Балдарымыз қараңыз, мынау не деп сұрайды ғой, бізде не дейді? Сұрақтар көбейіп кетеді ғой баланың ше, сол кезде бізде кейбір аналар өзіміз сөйтеміз. Сұрай берме ше, отыр ше. Білмеймін оны деп ше. Осылай, оңай, білмеймін ол. Или болмаса, мынау не, жаман нәрсе ол. Сұрама ол, бабай деп ше, қорқытамыз баланы. Қайтып сұрақ қоймасын дейміз да, бабай ол, жаман нәрсе ол, бол. Анау не, кейін айтамын. Не отыр білесіз ба? Баланың анау көрсем, білсем, үйренсем деген система бар ғой, мынау жүйесі ма енді. Сол өліп жатыр да. Біз өлтіріп жатырық да, бірақ мынау аузына тығу бар ғой, ішсем десем, мынаусын өсіріп жатырмыз да. Сонда не дейді? Ерінбе дейді. Бала сұрақ қояды ғой. Мысалы, машинаның кілтін сұрайды да олар. Мынау не дейді? Сен айт, бұл кілт, бұны машинаға тығады, оны бұрайды, бұмен машина от алдырады. Бұл болмаса машина от алмайды. Анау не? Оны бассаң, мынау свет үйге жарық береді. Ол жағу үшін. Пайдасы жоқ деп ойламаңыз. Оны бала ойланады ғой. Мынан басса анау жанады екен ғой. Ойланып отыр ғой, не болады? Баланың үйренсем, көрсем, білсем, ойлану жүйесі өсіп жатыр да. Біз енді мән бермейтін нәрсе сияқты, бірақ баланың өмірі осы нәрселермен қалыптасады да. Біз көбінесе аузына тығып аламыз өскеннен кейін. Мына бала бір жатып шер болды. Ойланбайды, түк ойланбайды. Бірақ кезінде ойланғысы келген кезінде біз қояса ше деп ойландырмағанбыз да.